Сәлеметсіздер ме, Vblogers KZ сайтының қолданушылары. Сіздермен бірге Тойгулиев Алишер және де бүгінгі біздің студиямыздың кезекті қонағы Sony Xperia S. Енді қорабы жайлы айта кететін болсақ, Xperia'да қорабының өзі, ақпарат кітапшалары, USB, және телевизорға арналған арнайы USB, құлақшын, көлікке арналған зарядтаушы қондырғаның өзі, және NFC белгілері, және де Xperia'ның өзі. Ендігі айта кететін нәрсе Xperia'ның сыртқы келбеті. Сыртқы келбетіне келетін болсақ, біздің қолымыздағы Xperia'ның екі түрі бар. Ол біздің қолымызда ақ, және де оның екінші түрі қара түрі бар. Енді сыртқы келбет түрі айтатын болсақ, Xperia'ның диагоналі 4,3 дюйм, алдыңғы камерасы 1,3 мегапиксель, және де сол жағында USB-ге арналған арнайы ұяшық, және оң жағында HDMI-ға арналған арнайы ұяшық, және дауысын ауыстыруға арналған батырмалары, және де үстіңгі бөлігінде құлақшынға арналған арнайы ұяшық, және блокировкадан шығаруға немесе қосуға арналған батырма. Ендігі Xperia'ның алдыңғы келбетінде ең бірінші көзге түсетін нәрсе ол мөлдір пластигі. Мысалы, ар шетіндегі бүкіл нәрселер көрініп тұр. Және де 3 сенсорлы батырма секілді, ол сенсорлы батырма емес, оның батырмалары кішкене үстірек орналасқан. Мысалға, қосып көрейік, үстіңгі батырма басу арқылы қосасыздар, және қоссаңыздар, оң жақтары жылжыту арқылы блоктан шығарып тастайсыз. Және сенсорлы батырмалары үшеу, ортасында, шетінде. Xperia'ның артқы келбетіне келетін болсақ, ең бірінші көзге түсетіні ол 12 мегапиксельдік камерасы және жарқылдағы, оның астында динамигі, оның астында микрофоны бар. Және де ең астыңғы бөлігінде Sony Ericssonның өзінің белгісі бар. Енді ішін көрейік. Енді ішін ашу үшін жоғары қарай итеру арқылы ашасыздар. Ішіндегі көзге түсетіні біріншіден ол сим-картаға арналған ұяшығы, және де бірақта бұл жердегі батарейкасы былай алынбайды. Ішкі келбетінде оған арналған сим-картаға арналған ұяшық, ол сим-карта iPhone-дағы секілді микросим. Яғни сіздер басқа әдеттегідей сим-картаны сала алмайсыздар. Енді Xperia'ның сипаттамасын айта кетейік. Xperia'да орнатылған жады 32 гигабайт, және де сіздер флешка сала алмайсыздар. Тек қана 32 гигабайтпен шектелген. Озу 1 гигабайт, процессоры 1,5 гигагерц 2 ядролы. Және де енді көретін нәрсе ол әрине ішкі бетін қарап көрейік. Енді ең бастысы, ең қызығы, мысалы бай, екі саусақпен басу арқылы бастаңыздар. Осындай қызықты мәзір ашылады. Бүкіл виджеттер осылай қозғалып жүреді. Енді біреуіне кіріп көрейік, кірсеңіздер, үстіне бассаңыздар кіре береді. Ендігі Sony Xperia'ның басты мәзірі 5 бөлікке бөлінген. Бұл 5 бөлікке сіздер виджеттер, өзінде орнатылған виджеттер немесе қосымша виджеттерді интернеттен жүктеу арқылы қоя аласыздар. Енді қосымша мәзіріне кіру үшін ортада тұрған тордың белгісін бастаңыздар. Қосымша мәзір ашылады. Бұл мәзірі әрине Android 2.3.7 орнатылғандықтан бұл басқа да Android орнатылған смартфондарға ұқсайды. Енді Sony Xperia S-ның және де тағы да бір артықшылығы ол әрине динамигі. Оны көрсету үшін мен сіздерге музыкаға кіріп көрсетейін. Қосып көрейік музыканы. Музыкасы маған өте тұнық естілуде, өте анық. Басқа смартфондарға қарағанда өте жақсы естіліп жатыр. Және де бұл музыкада қосымша мәзірелер арқылы, мысалға эквалайзерді көрсеңіздер, өздеріңізге ұнаған эквалайзерлерін жасап алуға болады. Ендігі айта кететін артықшылығы ол әрине сенсорлы батырмалары. Ол сенсорлы батырмаларын көрсету үшін мен сіздерге SMS-терге арналған бағдарламаға кіріп көрсетейін. Мысалы, бір жазу үшін написать сообщение. Жазуға өте ыңғайлы. Басып атқан барлық батырмаларды дұрыс қабылдап жатыр.
Xperia'ның тағы да бізді қуантатын бір қосымшасы ол қазақ тілді мәзірлер болып табылады. Қазақ тілді мәзірлерді қою үшін сіздер настройкаға кіріп, язык и клавиатура, тілді таңдау. Осы жерден мені қазақ тілін таңдап алсаңыздар болады. Қазақ деген тіл тұр, мені бассаңыздар. Барлық мәзір, барлық тіл толығымен қазақшаға аударылады. Sony Xperia S-ның камерасы 12 мегапиксель, суретке түсіру расширениесі 4000-да 3000 пиксель, ал видеоға Full HD сапада жазады, яғни 1080p. Sony Xperia S-ның камерасының айырмашылығы, мысалға блокта тұрған кезде арнайы оң жақтағы батырмасын басу арқылы бірден қосып суретке түсіре аласыздар. Мысалы ретінде қосып көрейік. Өте жылдам. 1,5 секундта міне өте жоғары сапалы сурет шығарып берді. Біздің шолуымызға үлесін қосқан және де Xperia S-ті бізге шолуға берген mobistore.kz сайтына үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Және де шолуымызға студия берген үшін халықаралық IT университетіне үлкен рахметімізді білдіргіміз келеді. Сіздермен болған Тойғалиев Алишер, арнайы VBloggers.kz сайты үшін сау болыңыздар. Окей. 1, 2, 3. Біздің келесі шолуымыз iPad 3 VBloggers.kz сайтынан күтіңіздер.